Қайырлы күн достар. Егерде осындай әдемі тез пісетін бәліш дайындағыңыз келсе, міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен кураганы соломка қылып турап аламыз. Қалауларыңызша соломканы кішкене ұсағырақ турасаңыздар болады. Егерде қызықты рецепттер, лайфхактар қызық болса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Келесі кезекте 3 жұмыртқаны қант қосып бірге араластырып аламыз. Қантын ерігенше араластырамыз, соған назар аударыңыздар. 3 жұмыртқа, 1 стақан қант қосып бірге араластырып аламыз. Жұмыртқаны тоңазытқыштан алдын ала шығарып қойғандарыңыз өте дұрыс. Жұмыртқа мен қантты араластырғаннан кейін ең алдымен ас содасын қосамыз. Кейін екінші кезекте 2 ас қасық күнбағыс майы және де жарты стақан қаймақ қоссаңыздар болады. Сметана қаймақты қоспасаңыздар болады. Аз қоссаңыз қамыр өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан да өз қалауларыңыз бойынша барлық ингредиенттерді осылай дұрыстап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде кураганы соломка қылып турап қосамыз. Кейін жүзімді қоссаңыздар болады. Барлығын дұрыстап осы массамен араластырып аламыз. Ұнды бөліп қосамыз. Рецепт бойынша 2 стақан ұн деп тұр, 1,5 стакан қоссаңыздар болады. Қамырдың массасы қаймаққа ұқсас болу керек. Консистенциясы сметана сияқты болу керек. Арнайы май жағылған табаға массамызды түсіреміз. Сіздер пергамент қағазын төсеп пісірсеңіздер болады, әр қыздың өз қалауы бойынша. Духовканы алдын ала қыздырып аламыз. 220 градусқа дейін 35-45 минут аралығында пісіреміз. Дайын болғанда осылай шығарып аламыз. Үстінен қант пудрасын сепсеңіздер болады. Ең қызықты және таңдаулы рецепттер менің каналымда міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.